Кез келген ер азамат қайын жұрттың алдында мақтаулы болғысы келеді. Ой, шіркін біздің күйеу бала деген сөзді естігісі келеді. Қазақ соның керемет тетіктері мен тәсілдерін ойластырып кетті. Мысалға, бардың, таныстың, сен ешкім танымайды, елдің бәрі олимпийский чемпион болып, барып қыз алып атқан жоқ, жұрттың барлығы әлгі Мейрамбек Бесбаев немесе Елдос Сметов емес. Жай қарапайым қазақтың жігіті бір елге барды, сол көзде төс келді сенің алдыңа деймін да. Обычно сұрап ал, төске қанша тастайды екен ол өңірде? 5000 тастайтын болса сен $100 таста деймін да. Ол $100 қайда барады? Анау айналып айланып тарелкамен бірге кухнядағы келіндерге барады, абысындарға барады. Бүкіл үйдің ішіндегі атмосфераның алғашқы желі кухнядан басталады. Енесін айтады ол. Апа, мына күйеу бала жақсы екен негізі. Түсі жылдан түңілме деген қолы ашық мәрт жігіт екен. Біріне бірі мақтайды, енеге мақтайды, келген елге мақтайды. Сөйтіп сенің бар болған $100-ыңмен сен 100 жылда жинай алмайтын абыройды бір кеште жинап аласың. Қазақ сол шансты беріп, сенің алдыңа төс қойып отыруға айналайын-ау. Әйтпесе сен ешкім танымайды, күйеу бала келді кеттің ғой. Сен ең болмаса со жердегі абысындар мен жеңгелеріңнің, со жердегі әйелдердің авторитетін алсаш, ертең сен келінмен сәл ерегісіп қалсаң, келінді сәл ренжітіп қойсаң, солар ғой сенің сөзіңді сөйлейтін. Солар ғой күйеу бала жақсы етін, ол күйеу балаға сөйлеме деген дұрыс сөзді айтатын солар ғой деп жатырмыз.